мына келінге ана пәленшенің ұлымыздың мәшесін сатып, мына келінге ыңғайлы машина алып берейік. Ыңғайлы коробка автоматымен жаңа қыздарға лайықты деп әңгімелесіп жатады. Сол кезде ана төрде кішкентай қыз қуыршақпен ойнап жүр екен, 3-4 жастағы қыз. Сол кезде біз ана әңгіме мүлдем басқа жақта, ана қыз мүлдем басқа жақта, біз мына жақта отырғанбыз. Қыз жүгіріп келді дейді ғой. Сіздер әкемнің мәшесін сатайын деп жатсыздар ма? Әкемнің мәшесін сатпаңыздаршы. Не болды шырағым? Не қылды десек, оны сатпаңыздаршы, өтініш, оның ішінде әкемнің иісі бар ғой депті да. 1 жыл болып кеткен, қайтыс болып кеткеніне. Сонда күнде жаңа кішкентай қыз 3-4 жастағы әкесінің мәшинесінің ішіне кіріп қуыршағын ойнайды екен. Әкесінің иісін иіскеу үшін